Құрметті менің сүйікті оқырмандарым, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге Фариза апамыздың сөз сыры кітабын ұсынғалы отырмын. Апамыз бұл кітабында халқымыздың мақал мәтелдері мен тұрақты сөз тіркестерінің мағынасын талдап түсіндіреді. Жас ұрпаққа ұлттық салт дәстүріміз бен әдет ғұрпымыз туралы мол мағлұмат береді. Балақай, қалада өскен менің немерелерім мақал мен айтқан ойларымды түсінбей қалады. Бұл кітапшадағы дүниелерді жазуыма осы жайлар себеп болды. Қазақ халқының тілі өте бай. Ата-бабаларымыз айтайын деген ойын бастан аяқ тәптіштеп түсіндіріп жатпай, бір ғана сөйлеммен тұратын мақалмен айтқан. Анасының тілін жастайынан жанына сіңіріп өскен бала есейіп ер жеткенде елінің намысын ешкімге таптатпайтын азамат болады деп ойлаймын. Өлең әңгімелерді көп оқыған, сөздің киесін қастерлей білген баланың ой өрісі, дүние таным өресі өзгелерден биік, адамгершілік қасиеттері басқаларға үлгі етердей ерекше сүйкімді болары сөзсіз. Саған және сенің құрбыларыңа арналған осы кітапшаны түсініп оқысаң деген тілекпен, Фариза Оңғарсынова. Ер кезегі 3-ке дейін. Батырлар күш сынасқанда 3 рет күресіп айқасады екен. Бірінші кезекте жеңілген жігітті жеңілдің деп шығарып тастамайтын болған. Барлық күш қайратын танытуына мүмкіндік беріп, 3-ке дейін сынастырғанда нағыз батыр, мықты адам анықталады. Мұндайда кездейсоқ жеңімпаз болмайды. Бірден жолы болмаған адамға қуат беру үшін халық ер кезегі 3-ке дейін күшіңді әлде сына деп демеп, адамды қандай істі болса да бастағасын аяғына дейін жеткізуге, жеңіспен аяқтауға баулыған болатын. Жібі дүзу. Балалар мысықты таспен ұрып қуалап жүреді. Біреуі мысықты ұстап алады. Екіншісі оның мойнына жіп байлап сүйремекші болады. Бәрін көріп тұрған Әмина әже балаларға ұрсып мысықты босаттырады. Сосын бәріне іштеріңде жібі дүзу бір бала болсашы деп кейиді екен. Жібі дүзу деп дұрыс жүретін, тәртіпті, адамгершілігі бар адамдарды айтады. Танымасын сыйламас. Елнұрдың үйінің жанына тоқтаған жеңіл машинадан орта жастағы адам түсті. Алыстан келгенге ұқсайды. Елнұр есікті құлыптап, уәделескен балалармен футбол ойнауға кеткелі жатыр еді. Кеңестің үйі осы ма? Деді әлгі кісі. Одырая қарап, кетіп бара жатқан Елнұр. Осы, бірақ үйде ешкім жоқ, деді тоқтамастан. Жол жақтан Елнұрдың әжесі Ажар да келіп жетті. Ойпырмой, әділ нағашым ғой мынау, деп Ажар апай қуана қол беріп жатты. Елнұр селтиіп тұрып қалыпты. Қарағым Ажар, мынау немерең бе? Үйде ешкім жоқ дегенсін, ту алыстан іздеп келіп, өзіңді көре алмай кетем-ау деп тұр едім, деп жолаушы шағын сумкасын ала берді. Танымасын сыйламас деген осы ғой нағашеке, деп Ажар апай Елнұрға қарады. Кел, сәлем бер. Әділ атаң ғой, үлкен адамды танымасаң да қарсы алмайсың ба? Елнұр бағанағы қылығына ыңғайсызданған күні жолаушыға қос қолын ұсынып амандасты да есікті ашуға жүгіре жөнелді. Бала өзі өскендей, келін өзі келгендей. Біздің халқымызда ата-ананы, аға-жеңгені, жалпы жасы үлкен адамдарды құрмет тұтады. Ата-ананы тыңдамаған, сыйламаған жастар туралы осы мақалда айтады. Яғни, сәби өмірге келгесін өзінен өзі жақсы азамат болып шыға келмейді. Оны тәрбиелеуге ата-анасы еңбек сіңіреді. Ал келін алудың да қазақта өз дәстүр жолы болған. Бірін-бірі ұнатқан қыз бен жігіт дегеннен қосыла салмаған. Жігіт ата-анасына айтқызып,
Онда да өздері айту ерсі деп саналған. Сондықтан әуелі аға жеңге, апа жездесі, нағашысына айтып, солар арқылы ата-анаға сездіретін болған. Егер олар қош көрсе, құда болысып, қыз бенен жігіттің ата-аналары бір-бірімен қимас жақын, қандас туыстай тату болу секілді дәстүрлер болған. Бұл дәстүрлер екі жақтың бір-біріне деген ықылас сезімдерін бекіте түсуге, болашақ отаудың тату-тәтті өмір кешуіне ықпал еткен. Өзінің тәрбиелі адам болып өсуіне еңбек сіңірген ата-анасын, ұстаздарын, жолдастарын тыңдамай, өзім білем деп көкірек қағатын жастар жөнінде осы мақалда айтады. Жүрек жұтқан бір топ бала мектептен қайтып келе жатқан. Кенет биік үйдің артынан дәу ит арсылдап шыға келді. Балалар қаша жөнелді. Алан қалып қойды. Себебі үйдің алдында тұрған кішкентай қыз иттен қорқып шырылдап жылап қоя берген еді. Алан қабағын түйіп итке қарсы жүрді. Кет деп айқайлады. Гүр-гүр еткен ит кенет кілт тоқтады. Сосын бір-екі үрді де бұрылып кетті. Қызының даусын естіп далаға жүгіріп шыққан анасы мән жайға бірден түсінді. Аланның басынан сипап, өзің жүрек жұтқан бала екенсің деп алғыс айтты. Еш нәрседен қорықпайтын, батыл, ер жүрек адамдарды жүрек жұтқан деп атайды. Қыз қылығымен. Қазақ халқының ұғымында қыз бала ақылды, байсалды, жаны нәзік те ерке, мінезі жайдарлы, өнерлі болып келеді. Қыз қылығымен сүйкімді деуіміз сондықтан. Әкесі жалқау екі ұлына ашуланып ұрсып жатқан. Екі ұл да, олардың анасы алмада үрпиісіп, үй іші көңілсіз күйге түсті. Институтта оқитын Ақмарал келіп, әкесінің мойнынан құшақтап, папа, қабағыңды түймеші деп еркелей сөйлеп. Әкесі күліп жіберді. Үй іші көңілденіп сала берді. Бас десе құлақ дейді. Марат сабақтан келсе, анасы үстелдің тартпасын ақтарып жатыр екен. Мұны көріп, келдің бе, Аналгинді көрдің бе деп сұрады. Марат аң-таң болып, Аналгин деген кім? Ондай адамды танымаймын деді. Анасы, балам-ау, бас десе құлақ дейтінің не? Аналгин адамның аты емес, ол дәрі деп күліп жіберді. Бұл сөзді жөнді ұқпайтын, түкке түсінбей, басқа жаққа лағып сөйлейтін кісіні келеке ету мағынасында қолданады. Береген қолым алаған. Халқымыз мырза, жомарт адамды қадірлеген. Әдетте мұндай адам көпшілікпен араласқыш, өзгеге көмектескіш келеді, қолындағы барын аямайды. Ондай адамды халықта жақсы көреді. Оның басына қиындық түссе, халық болып оған көмектеседі. Осындай жағдайды сипаттағанда халық береген қолым алаған дейді. Керісінше, өзімен өзі бұйығы жүретін, адамдармен араласуды білмейтін, тек өз жағдайын ойлайтын сараң жандарды ел қадір тұтпай, қой, одан ештеңе шықпайды дейді. Ұшып көкте, қонып жерде жоқ. Жаңа ғана үй тапсырмаларын орындауға кіріскен Алдан сәлден кейін телевизор көріп отырды. Анасы енді бір қараса, Алдан далаға шығып кетіпті. Ойпырмай, бұл не қылған бала, ұшып көкте, қонып жерде жоқ деп анасы ренжіп қалды. Ұшқалақ, тұрақсыз, тиянақты іс қылмайтын, басын бастап, аяғын тастап жүретін адамды сипаттағанда осы мақалда айтады. Қой аузынан шөп алмас. Момын, ешкімге жамандық жасамайтын, көбіне өзімен өзі жүретін жуас адамды сипаттағанда қазақ қой аузынан шөп алмайтын дейді. Ондай адам айналасына пәлендей жақсылық та жасай алмайды. Оның бар тәуір қасиеті ешкімге зияндық, жамандық жасамауы. Аузынан ақ ит кіріп, көк ит шығады. Кез келгенді сөз етіп, өсек аяң айтатын, жаман, қаңқу сөзге,
басқаны сыртынан жамандауға келгенде аузы аузына жұқпайтын адамдар туралы халық аузына ақ ит кіріп көк ит шыққан неткен адам деп жақтырмай сөйлейді. Ондай адамды жолдас жоралары да елі де сыйламайды. Көрсе қызар. Дулатқа ағасы кеше ғана әдемі портфель сатып әперген еді. Бүгін көршідегі Мараттың жаңа сумкасын көріп, «Папа, маған Мұраттықындай сумка алып берші» деп қыңқылдады. «Балам, кеше ғана сөмкем ұнайды деп едің ғой, бұлай көрсе қызар болма». Папасының сөзінен ұялған Дулат төмен қарады. Анаған да, мынаған да қызығатын, басқаға еліктегіш, өз талғамы жоқ адамды сипаттағанда халық, «Ой, өзі бір көрсе қызар, берекесіз адам екен» дейді. Бары не, жоғы не. Айбектің қалада жұмыс істейтін ағасы үйленетін болып, құдалармен сөйлесуге, тойды ұйымдастыруға біреуі келсін деп хабар береді. Әкесі қайтыс болған, анасы ауру, сырқаулы. Айбек пен анасы қалаға жіберетін кім бар деп біраз ойланды. «Самат жезден барса қайтеді?» деді Айбек көрісі колхоздағы апа жездесін еске алып. «Қой, оның бары не, жоғы не, Самат не ұқсатып еді?» деп анасы жақтырмай қалды. Қолынан ештеңе келмейтін адамға халық осы мақалмен ақ баға берген. Жер мен жексен. Жарқынның үйі ескі еді. Әкесі жаңадан үй салмақ болды. Жарқын бір топ жолдас балаларымен мектептен келсе, жыпырайған ескі үйінің орны теп-тегіс болып жатыр. «Үйлеріңді жер мен жексен еткен кім-ей?» деді Асан. Еңсесі аласа үйді де жер мен жексен деп айтады. Былай тартса өгіз өледі, былай тартсаң арба сынады. Ылғида жолы болмайтын, өзінің де икемі жоқ адамның ісі жайында айтқанда, оның ылғида былай тартса өгізі өліп, былай тартса арбасы сынып жүреді ғой деседі. Зығырданы қайнау. Іштей заланып, ашулану, біреудің жәбіріне, әділетсіздікке жан дүниесімен қарсылық білдірген адам зығырданым қайнап кетті дейді. Қалауын тапса қар жанар. Қардың отқа жанбайтыны белгілі. Қолынан іс келетін, әр нәрсенің ретін тапқыш адам қандай қиын шаруанында да оқсатады. Тек жөнін, ретін таба білу керек. Болмайды-ау деген істі ұқсата білгенде осы мақалды айтады. Жүрегі жарыла қуану. Оқыстан жақсы хабарды естіген адам шаттанғанда жүрегі жарыла қуанды дейді. Екі езуі құлағында. Қуанғандай мәз болып жүретін адам туралы екі езуі құлағында деп атайды. Қазақтың көрнекті ақыны Фариза Оңғарсынова бұл кітабында халқымыздың мақал-мәтелдері мен тұрақты сөз тіркестерінің мағынасын талдап түсіндіреді. Балаларға, жастарға ұлттық салт дәстүріміз бен әдет ғұрпымыз туралы мол мағлұмат береді. Балақай, қалада өскен менің немерелерім мақал мен айтқан ойларымды түсінбей қалады. Бұл кітапшадағы дүниелерді жазуыма осы жәйлер себеп болды. Қазақ халқының тілі өте бай. Ата-бабаларымыз айтайын деген ойын бастан аяқ көпшілдеп түсіндіріп жатпай, бір ғана сөйлемнен тұратын мақалменен айтқан. Анасының тілін жастайынан жанына сіңіріп өскен бала есейіп ер жеткенде елінің намысын ешкімге таптатпайтын азамат болады деп ойлаймын. Өлең, әңгімелерді көп оқыған, сөздің киесін қастерлей білген баланың ой-өрісі, дүниетаным, өресі өзгелерден биік, адамгершілік қасиеттері басқаларға үлгі етердей ерекше сүйкімді болары сөзсіз. Саған және сенің құрбыларыңа арналған осы кітапшаны түсініп оқысаң деген тілекпен Фариза Оңғарсынова. Қысқа жіп күрмеуге келмейді.
Жазираның әпкесі тұрмысқа шығып, тойдың өткеніне көп болған жоқ еді. Енді ағасы Алматыда үйленем, той қамын жасаңыздар деп отыр. Жазираның 4 ағасы, әпкесі және сіңлісі бар. Өздері үйемелді, сүйемелді болатын. Әкесі ауылда шофер, анасы сауыншы. Келесі жылға дейін тойды қоя тұрғаның дұрыс, балам. Әке екеуміздің тапқанымыз киім менен тамақтан артылмайды. Қысқа жіп күлмеуге келмей жүргенде біріңнен соң бірің той дегендерің қалай деп анасы реніш білдіргендей болады. Жағдайым нашар, тапқаным тамағыма жетпей жүр деп жатпай-ақ, қысқа жіп күлмеуге келмей жүр десе, басқалар ол адамның жай күйін түсіне қояды. Жақыныңды жаттай сыйла, жат жанынан түңілсін. Өзіміздің адамдар ғой деп, жақын туыстарға көңіл бөлмей қарау тәрбиелік емес. Бір анадан туса да ағасы бауырына, қарындасына, інісі мен қарындасы әпке ағаларына жан ашыр болуы тиіс. Бауырмалдық, жаңашырлық сезім жоқ жерде туысқандық, сыйластық, ауыз бірлікте болмайды. Ал өзінің ең жақын адамдарын, үй ішіндегі туыстарын қадір тұтпаған адам басқа жұртты да сыйлап жартпайды. Бұл мақал татулыққа, сыйластыққа, жан ашырлық пен мейірімділікке тәрбиелейді. Ақ түйенің қарны жарылды. Көптен күткен қуанышты оқиғаға байланысты осы мақал айтылады. Мысалы, 1945 жылға 9 майда Ұлы Отан соғысы аяқталды деген хабар тарағанда жұрт бір-біріне сүйінші, сүйінші, соғыс бітті, ақ түйенің қарны жарылды деп қуанысқан екен. Асың барда ел таны беріп жүріп, атың барда жер таны желіп жүріп, қолындағы барыңды ел жұрттан аяма, сараң болма, өзіңмен өзің жүрме, жолдас жорамен аралас. Мүмкіндігің, денсаулығың барда жастық кезіңде дүниені көр, арала, сонда өзіңнің де көңіл көкжиегің де кеңейеді деген мағынада айтылады. Жұлдызы қарсы. Бір-бірін өте жек көретін, тіл табыса алмайтын екі адамды сипаттағанда, ол екеуінің жұлдызы қарсы дейді. Мен оны жек көремін деудің орнына, менің онымен жұлдызым қарсы деп айтады. Жер астынан жік шықты. Ерсі, күтпеген қылық көрсеткен адам туралы жер астынан жік шығып, екі құлағы тік шығып, мұнаныкі не дейді? Көзге көк шыбын үймелету, біреуге азап шеккізу, жазалау туралы айтылады. Біреуге заланып, істеген кесірлігі не зұлымдығын кейігенде көзіңе көк шыбын үймелетейін бе дейді. Түйені жел шайқаса, ешкіні аспаннан көр. Қатты дауыл жердегі ең үлкен жануардың бірі түйені қозғап, тәлтіректетіп жатса, түйенің жанында түймедей салмағы жоқ, ешкіні аспанға ұшырып кетеді деген астарлы мағынасын ұққан дұрыс. Нәрік есеп сабағына онша емес. Әсіресе бақылау жұмысы кезінде әбден басы қатады. Кезекті бақылаудың есептері тым қиын екен. Кластағы есепке ең жүйрік Жазира да үзіліс кезінде көңілсіз отырды. Бір есептің теңдеуін дұрыс құрмаппын, деді жанына келген кластасына. Сен шығардың ба деп сұрады. Түйені жел шайқаса, ешкіні аспанда көр деп, сен дұрыс шығармағанда, мен қайдан шығарамын деп күлді Нәрік. Балалар Нәріктің мақалдап сөйлегеніне таңданып, қызыға қарап қалды. Көзіңе қара, алды артына қарап, абайлап жүр деген мағынаны білдіреді. Көбіне адамның алаңғасарлығына, алдына түйе жатса да көрмей құлап сүрініп, аптығып жүретіндерге ренішпен айтылады. Сыртта жолдас балалары күтіп тұрған Нариман анасынан сұранды да рұқсат алғасын үйден шыға жөнелді.
Кішкентай Айнұр велосипедін дәл есіктің алдына тастап кеткен екен. Нариман соған сүрініп, оңбай құлады. Тарсылдаған дыбысқа анасы шығып еді. Нариман тізесін ұстап, орнынан тұра алмай жатыр. Асығып, үсігіп тұра, шаппа деп қанша айтамын мен саған, көзіңе қарасаңшы, деп анасы ренжи сөйлеп, ұлын орнынан тұрғызды. Әншейінде ауыз жаппас, той дегенде өлең таппас. Жай күндерде білгішініп, ал нағыз сөз айтатын кезде міңгірлеп қалатын адамға халық осылай анықтама береді. Самал кластағы тентек бала, сабағынан нашар. Кластағы қыздар, балалар бәрі Самалдан талай қорлық көрген. Сабаққа үлгермейді, газет журналдың бетін ашпайды, әркімге ұрынады, үлкенді кішіні сыйлайын демейді. Класс жиналысын ашып, мұғалім Самалдың мінез құлқын талқылауға шақырды. Балаларда үн жоқ. Әншейінде ауыз жаппас, той дегенде өлең таппас деп күнде Самал өйтіп кетті, Самал бүйтіп кетті. Енді неге тіл ауыздарың байланып қалды деп ренжіді жетекші апай. Еті тірі, ауылға әртістер келіпті деген хабар гу ете қалды. Нұрлан Өнербаев, Мәдина Ералиева, Алтынбек Қоразбаев секілді әншілер концертті екі езуіңді жиғызбайтын кәдімгі Құдай берген жүргізеді екен. Ауылдың клубы аузы мұрнынан шықты. Ине шаншар жер жоқ. Алма көзінен 2 класс төмен, 5-шіде оқитын інісі Санжармен барып еді. Билетте орында жоқ. Не істерге білмей жыларман болды. Кенет клубтың сахна жағындағы есігінен інісін жетелеп ептеп кірді. Аға, бізде билет жоқ, кіргізіңізші, еденге отырамыз, деді ұзын бойлы әншіге кездесіп қап. Сахнадан залға түсіп келе жатқан Алма мен Санжарды көріп, ауыл адамдары Алманың еті тірі, пысық, қарашы, ақыры кірді деп сүйсіне таңданысып жатты. Ұялып, тартыншақтай төмен қарап тұратын баланы ынжық, жасық дейді де, ретті жерінде сөйлей, дәлелдей білетін, қолынан іс келетін адамды еті тірі дейді қазақ. Ине шаншар жер жоқ. Бөлменің, үйдің, тағы да сол секілді орын, мекендегі адамның көптігінен суреттегенде айтатын сөз екен. Аузы мұрнынан шығу, толып тұр, асып төгіліп тұр деген мағынаны білдіреді. Автобуста адам толып тұр деудің орнына автобус аузы мұрнынан шығып тұр дейді. Кесені асып төгілердей толып тұрып құйған сүтті көргенде аузы мұрнынан шығармай құйса еді деп те айтады. Жүрегім тас төбемнен шықты. Алмас оңаша бөлмеде сабақ оқып отырған. Сыртқы есіктен енген Әлитаны байқаған жоқ еді. Қарындасы еппен басып, ағасының желке тұсынан пах деп еді. Алмас селк етіп шошып кетті. Ой, жүрегімді тас төбеме шығардың ғой, неге қорқытасың деп ренжіді ағасы. Сені батырмын деп мақтанатының қайда, деді Әлита күліп. Жаны бар сөз, рас, шын деген сөздердің орнына қолданатын тіркес. Біздің мектепке ағылшын тілі жүретін болыпты, деді Айбек үйдегілерге. 20 жылдан бері жоқ ағылшын тілі қалай ғана жүретін болып қалды? Біреулердің өсек шығар, деді анасы сеніңкіремей. Айбектің сөзінің жаны бар, мен де естідім, деді жұмыстан келген ағасы Асқар. Алтын асықтай, жолдасы ерте қайтыс болған Бағила апай 5 баласын жалғыз тәрбиелеп, бәріне білім берді. Қазір бәрі де өнегелі азаматтар. Бағиланың балалары шетінен алтын асықтай ғой, тіл аузымыз тасқа деп ауылдастары сүйсіне сөз етеді. Аспан жерге түсіп тұр. Шілдедегі басыңды айналдырар ыстықты айтқанда осылай
дейді. Мысалы, күн ыссы, күн күйіп тұр деген тіркестердің орнына аспан жерге түсіп тұр деп те айтады. Тіл аузым тасқа. Халықта тіл тиеді, көз өтеді, көз тиді, сұғы өтеді деген ұғымдар бар. Жас сәбиге кереметтей сүйсінсе, таңданып таңырқаса, бала ауырып сырқап қалады. Көзі тиетін адамдар да болады. Оларды көзі бар дейді. Өсіп келе жатқан әдемі, ақылды, өнерлі балаға тіпті үлкенге де сүйсінгенде тілеулестері. Несін айтасың, жақсы бала ғой. Тіл аузым тасқа дейді. Яғни тіліміз, көзіміз тасқа тисін деген мағынаны білдіреді. Майлы қасықтай бір-бірімен тіл тауып, тату, араласып, құраласып жүретін адамдарды сипаттағанда осы тіркесті қолданады. Мысалы, келіні мен енесі туралы керемет тату, майлы қасықтай дейді. Алдына келгенді тістеп, артына келгенді теуіп, мінезі шайпау, жұртқа жағымсыз адамды халық осылай сипаттайды. Тістейтін, тебетін мінез жылқыда болады. Жалпақ шешей, жұрттың барлығына әдейі жақсы көрінуге тырысатын, анау айтса ананың, мынау айтса мынаның сөзін қоштайтын, өзіндік тура пікір айтудан жалтаратын адам туралы соны қойш, ол бір жалпақ шешей ғой деп ел жақтырмай сөйлейді. Бет аузы бүлк етпей. Клара мен Роза дос болып жүретін. Роза оқу озат. Ол сабағы нашар Клараға талай уақытын бөліп көмектескен. Бірде Роза сырқаттанып біраз жатып қалып, класстастары кезектесіп барып жүрді. Клара бір рет барды да кейін досына соқпайтын болды. Құрбылары, сен Розаға неге бармайсың, досың емес пе? Дегенде ол тұрып, қайдағы? Мен онымен дос болып па едім? Деді бет аузы бүлк етпей. Өтірік айтатын, жақсылықты бағалай білмейтін, тек өзіне пайдасы тиетін уақытта біреуге жалбаңдайтын адамды осылай сипаттауға болады. Аттың жалында, атаңның қомында. Санжардың үйіне қаладан қонақтары келеді деп, анасы асығыс әзірлік үстінде еді. Әкесі дүкенге барғалы жатқан. Мектептен оралған Санжар, бүгін концерт қоямыз, менің жаңа жыл кешіне киген ұлттық костюмым қайда деп киімін шешер-шешпестен анасынан сұрады. Санжар, менің қолым тимей жатқанын көрмеймісің? Аттың жалында, атаңның қомында қабаттаспасаңшы, деді анасы. Асығыс іс істеліп, немесе жол жүргелі жатқанда басқа бір нәрсені қосарлана істеген жағдайда аттың жалында, атаңның қомында деген тіркесті айтады. Бұл асығыс, орынсыз, іс қылғанды құптамаған ниетті білдіреді. Бүйректен сирақ шығару. Оқыс, шетін, ерсі іс істеген адам туралы. Өзі ылғи бүйректен сирақ шығарады да жүреді деп кейістік білдіре айтылады. Малдың бүйрегі қай жерде болатын зоология оқулығынан білесіңдер. Ендеше сирақтың бүйректің ішіне түсуі тіпті мүмкін емес нәрсе. Яғни өте ерсі, мүмкін еместі істі, ой пікірді дұрыс нәрседей дәлелдеуге тырысқан адам туралы айтылады. Жарқын дастархан басында үлкендердің сөзіне құлақ түріп отыр еді. Әңгіме қабырғасы қаланып біткен, қораның шатырын жабатын материалдың жоқтығы жөнінде екен. Колхоз гаражының жанында тесіліп қалған темір бөшкелер жатыр. Соларды әкеліп салуға болмай ма, деді Жарқынның 8-ші оқитын ағасы Алмат. Қалыңдығы 2 елі темір бөшкені қалай кесесің, балам-ау? Бүйректен сирақ шығармай отырмайсың ба? Деді әкесі. Тисе терекке, тимесе бұтаққа. Ойланбай, өз ісінің ойының дұрыс екен әбден біліп алмай іс істеген, не пікірін айтқан адамға тисе терекке, тимесе бұтаққа деп соғып отыр ғой деп
мысқылдай айтады. Ә десең мә деп, үлкенмен де кішімен де қарсыласып, ұрсып тұрып алатын шап етпе мінезі бар адамға осы сөз тіркесімен-ақ анықтама беруге болады. Әне апайдың жас келін түсіргеніне біраз болған. Көрші үйдің қалада оқитын қызы жазғы демалысқа келгесін, әне апайдың келіні тәуір адам ба екен, әже, деп сұрап еді. Салтанат әже, тәуірлігін көргеніміз жоқ, ә десең мә деп тұрған біреу, деп қабағын шытқан күйі ұршығын иіре берді. Бір қолды екі ете алмай, Рабиға сабағын дайындап болғанда, ата-анасының жұмыстан келетін мезгілі таяп қалған екен. Ол үстел үстін жинастырып шәй қойды. Енді дастархан жайғалы жатыр еді. Бір класс төмен 6-да оқитын інісі сайран далада ойнап келіп, Рабиға, есебімді шығара алмаймын, сен шығарып берші, деп қыңқылдады. Қазір ата-анам жұмыстан шаршап келеді. Дастархан жасайын деп өзім бір қолымды екі ете алмай жатқанда қоймадың ғой, өзің шығар, деп ренжіді Рабиға. Өзі қолы тимей қапылып жатқанда басқа бір іс істеуді сұраған адамға жұмысым көп, үлгере алмай жатырмын, мүмкіндігім келмейді деудің орнына бір қолымды екі ете алмай жатырмын десе жеткілікті. Бетегеден биік жусаннан аласа, көзге түсуге тырыспайтын, орынды-орынсыз сөйлемейтін адамды сипаттағанда осы тіркес айтылады. Аяқтандыру. Дешжанның ағасы Алмабек үйленді. Жас келін Жанар ибалы, сүйкімді қыз екен. Дешжанның анасы Сағира келген адамдарды қуана қарсы алуда. Балаңды аяқтандырып жатыр екенсің, құтты болсын, қуанышың ұзағынан болсын, деп ауылдастары Сағираның қуанышын бөлісіп жатыр. Ер бала үйленгенде баламыз аяқтанды дейді, ал қыз бала ұзатылғанда қызымыз тұрмысқа шықты, немесе тұрмыс құрды дейді. Міне, құрметті сүйікті менің оқырмандарым, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздер бірнеше күннен бері сүйікті ақынымыз, қазақтың көрнекті ақыны Фариза апамыздың «Сөз сыры» атты кітабындағы халқымыздың мақал мәтелдері мен тұрақты сөз тіркестерінің мағынасын талдап түсіндірген жөніндегі әңгімесін тыңдап жүрсіздер. Әңгіменің басы өткен бөлімдерде жалғасы бар. Егер жалғасы қызықтыратын болса, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыз, менің күнбегін оқитын әңгімемді жіберіп алмай тыңдап жүре аласыз. Егер әңгіме қызықтырса, алған әсерлеріңізді пікір бөліміне қалдыра кетсеңіз деген өтінішім бар. Қазақ тілді арнаның дамуына сіз болып, біз болып, бірге үлес қосайық. Құрметті менің сүйікті оқырмандарым және арнамның қонақтары, мен бүгін сіздерменен қоштасамын. Келесі кездескенше күн нұрлы болсын.